Әр күні кешкісін мен жүгіруге ауыл арасына шығамын. Және әр кез менің ауылдың сыртынан бір үйді байқайтын едім. Үй өте ескі, сырттағы ағаштар құлап жатыр. Тіпті құлаған ағаштардың кесірінен үй көрінбейді де. Ол бұрыннан заброшенный үй болатын, және маған оның ішінде не бары қызық болды. Мен содан оның ішіне терезе арқылы кіріп, ішінде не бар екенін байқасам, ештеңе болмайды деп ойладым. Және күндердің бір күні мен келіп, терезе арқылы бұл заброшенный үйге кірдім. Үйге кірсем, өздеріңіз көріп отқандай үй шашылып жатыр, және де заброшенный екені бірден көрінеді. Есіктерінің бәрі құлап, терезелері сынып жатыр. Мен бұл үйді қорқа бастадым. Және де барлық бөлмені ақтарып шықтым. Бірақ та екінші қабатқа көтерілмедім. Тағы бір жүгіріп келіп жатырып, екінші қабатты көрерім деп, үйге қарай кетіп қалған болатынмын. Және үйге келдім де, ұйықтар алдын сол үйді ойлап жаттым да, ұйықтап қалыппын. Таң атты. Ұйқымнан тұрып, асханаға барып, кофе ішейін дедім. Және орнымнан тұрып, асханаға бардым. Асханаға барып кофе ішіп жатсам, әлгі үй есімнен кетпейді. Бір кезде орындықтың үстінен бір хат тауып алдым. Және хатты алып оқысам, өзім шошып кеттім.